Вместе ярче экофестивалінің екінші күні нөмірі 8-ші орта мектепте өтті. Шараның басты мақсаты экологиялық идеяларды жүзеге асырып, оларды қоғамда қолдану. Сегодня до обеда шла системная работа на 11 площадках с педагогами города по практическим способам работы с детьми, родителями по продвижению ресурсосбережения, раздельного сбора мусора. Город Петропавловск сейчас входит в регион, который будет заниматься раздельным сбором мусора. Это, мы считаем, очень большой прогрессивный шаг региональный. Көрмеде ұсынылған жобалар климатическая шкатулка байқау аясында көрсетілді. Әр жұмыс ғылыми тұрғыдан қызықты болып отыр. Меруерт Әшімова жобасын 2 жыл бойы дайындады. Бүгін ол да өз еңбегін қазылар алқасына ұсынды. Менің бүгінгі ғылыми жобам тақырыбы Қызылжар су жауапкершілігі серіктестігіндегі суды тазарту жүйесі. Басты мақсатым Қызылжар су жауапкершілігі серіктестігіндегі суды тазарту жүйесін зерттеу болып табылады. Бұл мақсатым бірі Қызылжар су кәсіпорнына өзінің ұсынысымды ұсыну. Менің ұсынысым ол аузындауды қолдану. Және де оған қоса жел турбиналары мен күн батареяларын орнату болып табылады. Және де эхорния бар өсімдігін орнату. Оның арқасында қала тұрғындарына жіберілген су 100% таза болады. Барлық жұмыстар бағаланғаннан соң жеке гранттар бөлінеді. Осылайша оқушылар экологиялық мәселелерді шешуге өз үлестерін қоспақ.